Алиса, открой шторы. Открываю. Добро пожаловать в шоурум «Бизнес». Ал достар, рұқсат етсеңіздер, қазір сіздерге толыққанды осы умный дом жүйесінің қандай артықшылықтары, қандай жалпы күнделікті өмірде қажеттіліктері бар екен түсіндіріп өтетін болсақ. Умный дом жалпы ол жүйе ретінде сатылады, бір үйге орнатылатын. Ол жүйе үшін, яғни бірінші сіздер өздеріңіз төлем жасайсыздар. Ол жүйеге қосымша өздеріңізге мынандай электронды көмекшілерді сатып алсаңыздар болады. Яғни Siri көмекшісі қосымша бағана Алиса деген көмекшіңіз болады. Бағана жалпы қазір видеоның басында сіздер көретін боласыздар. Тек қана дауыспен, яғни голосовой помощник деп айтылады. Дауыс арқылы Алиса светті өшір, Алиса светті қос, Алиса шторды аш, шторды жап, Алиса светтің, яғни бағанағы жанып тұрған мөлшерін азайт, көбейт деген секілді көптеген бағанағы дауыспен управление жасап отыруға болады. Немесе телевизорды қос, телевизорды өшір, музыка қос деп, мынау жалпы умный дом жүйесін орнату барысында потолоктарыңызда мынандай кішігірім колонкалар орнатылатын болады. Мысалы, музыка тыңдағыларыңыз келсе, Алиса музыканы, включи музыку десеңіздер, ол өзі бағана арнайы сіздер жасап қойған плейлистте музыкалар ойнатылып айтып тұратын болады сіздерге. Қосымша мынандай кішігірім планшеттарыңыз болады, бағанағы сіздерде арнайы басқару барысында. Дәл осы жерде, мысалы, сіздер музыка қойсаңыздар болады. Музыканы қойдыңыздар, жоғарыдан дауыс шығып тұр. Тағы да қандай артықшылықтар бар? Бұда телевизорге арналған арнайы пульт бар. Одан кейін бағанағы үйдің ішінде видеокамера болады. Онда өздеріңіз қосымша умный дом жүйесіне арнайы орнатып қойасыздар. Қанша видеокамера қойасыздар, ол жеке өздеріңіздің шешімдеріңіз. Одан кейін үйдегі жылыту жүйесінің температурасын регулировать етсеңіздер болады. Ыстық, салқын дегендей. Жалпы тағы да бұл умный дом жүйесінің қолайлығы, жақсылығы, мысалға делігі, сіздер командировкамен, немесе шетелге, немесе жұмыс барысымен, алыс ағайынға 3-4 күнге бір аптаға жолға шығып жүріп кететін болсаңыздар, яғни жолға жүрдіңіздер, сол уақытта сіздер үйді охранаға арнайы қойып кетсеңіздер болады, күзетке. Яғни күзетке қоясыздар, егер қандай да бір есігіңіз, әйнегіңіз, немесе үйдің ішінде бағанағыда қандай да бір дауыстар шығып, аяқ жүрген дауыс естілетін болса, бірден сіздердің ұялы телефондарыңызға арнайы хабарлама келетін болады. Яғни сізде терезе ашылды, үйдің ішінде біреу жүр, сіздің есігіңіз ашылды деген өте қолайлы, ыңғайлы. Мысалға, жұмыста отырып, өзіңіздің ұялы телефоныңыз арқылы бағанағы үйде арнайы камералар орнатылып тұрады. Бала шағаңыз сабақтан келді ме, есік ашылды, қай есік ашылды, жалпы осының бәрін жұмыстан отырып бақылап отыруға болады. Әр біздің қазақ елінің, қазақ мемлекетінің тұрғынының үйінде осындай жүйе болуын тілейміз, тілектеспіз. Өте ыңғайлы, өте қолайлы екеніне біз сенімдіміз. Сондықтан барлықтарыңыздың үйлеріңізде осындай жүйе болсын деген тілек тілейміз сіздерге. Енді екінші бағанағыдай осында арнайы бөлме бар, смарт ремонтты шоурум деген. Сол бөлмені барып, бәріміз бірге тамашалайық, жүріңіздер. Міне мынау шоурумға кіреберістегі есік, дәл осы кіреберістегі де есік сіздерге орнатуға болады. Қосымша дәл мынандай замок болады. Бұл замокта екі қорғаныс жүйесі қарастырылған. Біріншісі, яғни отпечаток пальцамен, екіншісі арнайы парольмен. Жүріңіздер, кірейік. Мынау міне бағана былайша жалпақ тілде айтқанда пәтердің енді көрінісі, дәл осылай болмаса да ремонт осыған ұқсас болып тұрады. Сіздерде өткені әр түрлі бұл жерде бағанағыдай ремонттың түрлері бар. Қазір біз сіздермен Smart Comfort Neoclassica бойынша жасалған ремонттың ішіндеміз. Квадратный метрі 53.900. Smart Comfort Neoclassica'ның, Smart Comfort'ның 3 түрі бар. Smart Comfort Scandinavia, Smart Comfort Neoclassica, Smart Comfort Loft. 53.900-ге осы 3 ремонттың біреуін заказ берсеңіздер болады. Тағы да айта кететін жайт, мынаның ішінде тұрған барша мебель, заттар, ол ремонттың ішіне кірмейді. Бірақ сіз оны қосымша дәл осы мекемеден заказ берсеңіздер болады. Яғни мекеме қызметкерлерінің айтуы бойынша, егер сіздер
бұл кісілерден ремонт заказ беріп, артынша қосымша бағана қажетті мебельдарыңызды заказ берсеңіздер, ол сіздер үшін арзан түседі. Енді айта кететін жайт, жалпы міне осы бөлме қабырғаларында жалпақ тілде айтқан кезде обои под покраску, жерінде ламинат, қосымша мынандай датчиктар орнатылған, датчик температуры и влажности деп аталады. Бұл датчик қандай жұмыс атқарады? Яғни сіздің ұялы телефоныңызда арнайы осы кісілердің сізде приложениесі болады. Яғни приложениеңізға осы бөлмеде, яғни ауаның ылғалдылығы төмен, немесе терезеңізді ашыңыз дегендей кішігірім рекомендациялар келіп тұрады. Келесі бөлмелерді көрейік. Мынау жатын бөлме. Бұл жерде тағы да айта кететін жайт, мына мебель ешқайсысы кірмейді. Сіз өздеріңіз қосымша бұл кісілерден заказ берсеңіздер болады. Жерінде ламинат, бағана осы пакетке кіретін ламинаттың да түрлері көп, өзіңіз таңдап алсаңыздар болады. Обои под покраску, өзіңізге қажетті светті таңдасаңыздар болады. Датчик температуры и влажности, бағана айтып өткендей. Мынау санузел. Бір айтатын дүние, барлық заттар шамалы, өте жақсы, сапалы түрде жасалынғаны көрініп тұр. Одан кейін датчик, міне, өте керемет дүние, бағанағы осылай жуынатын бөлмелерде қойылатын датчик протечки қойылған. Егер сіз үйде жоқ кезде, егер сіз қонаққа кеткен кезіңізде, сіздің бағанағы жуынатын бөлмеңізде қандай да бір су ағатын болса, сіздің ұялы телефоныңызға бірден SMS хабарлама келіп тұратын болады. Одан кейін тағы да айта кететін жайт, бұл үйдің соғылу барысында умный дом деген система қолданылған. Сіз өзіңізге мынандай планшет сатып алып осыны арнайы орнатып қойсаңыз болады. Немесе өзіңіздің бұл планшет қажет емес деп, өзіңіздің ұялы телефоныңызға арнайы уведомленияларды алып отырсаңыздар болады. Достар, смарт ремонттың интернет желісіндегі арнайы парақшасына кіріп, дәл осындай ремонт түрлерін қалай беруге болатын, және де қандай конструкторлар бар екенін бірге бәріміз тамашалайық. Достар, смарт ремонт конструкторына қош келдіңіздер. Дәл осы мекемеден жөндеу жұмыстарына тапсырыс берген кезде жалпы бағасы қанша болатын қазір сіздермен бірлесе және көре отыра анықтайтын боламыз. Мынау смарт ремонт бағанағы мекемесінің компаниясының интернеттегі алғашқы бірінші беті Перитив конструктор, записаться в консультацию деген бір. Біз Перитив конструктор басамыз, найдите свою планировку дейді. Жалпы осы Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында жұмыс жасап отырған мекеме. Біз Нұр-Сұлтан қаласында болғандықтан Нұр-Сұлтанды таңдаймыз. Выберите из списка ЖК. Жалпы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша көптеген бағанағы бастапқы тұрғын үй кешендер первичка көрсетілген. Енді BI групп, жалпы бүкіл мекемелер бұның ішінде бар. ЖК Манхэттен таңдаймыз, G-парк соққан. Укажите количество комнат дейді, 1, 2, 3, 4, 5, барлық ортақ адамдарға түсінікті болу үшін бір комнаталы үйді таңдаймыз. 35-7 квадраттық метр. Моя планировка дегеніміз, яғни өзіңізше бағанағыдай есіктердің, кіреберістердің барлығын көрсетіп, өзіңізше планировка жасасаңыз болады. Енді біз бағанағы G-паркта көрсетілген бағанағы планировкасы арнайы бар. 35-77 көлемдегі бір комнаталы үйді таңдаймыз. Выберите тариф Smart стандарт, Smart Optimal, Smart Comfort. 32.900 Smart стандарт, 42.900 Smart Optimal, Smart Comfort, 53.900 Smart стандарттың ішінде, яғни өздеріңіз байқап отқандағыдай ламинаттың 31 класы, Smart Optimalдың 32 класы, Smart Comfort'ың 33 класы, есігі, смесителі, мысалы мынаяқта Россия, мұнда Чехия, мұнда Германия. Яғни бұл жерде сапа жағынан айырмашылық болады. Енді жалпы халыққа жетімді, түсінікті, ыңғайлы болу үшін біз смарт стандартқа кіріп қазір көретін боламыз. Смарт стандарт, мынау сіздердің алғашқы мысалы гостиная деп тұр, яғни үлкен бөлмелеріңіздің бірі. Ламинатты өзгертсеңіздер болады, яғни жерде өзіңіздің ыңғайыңызға байланысты. Одан кейін бағанағыдай қабырғада бойылған обойлар, өздеріңіз түсін таңдайтын боласыздар. Өздеріңізде қолайлы түсті таңдайтын боласыздар. Одан кейін есікті өзгертуге болады. Өздеріңізге ұнамды дәл осындай үлкен есік орнатсаңыздар болады. Жалпы конструкторда отырып, бәрін өздеріңіз жасап, өздеріңізге ұнамдыны таңдасаңыздар болады. Енді кухняға көшеміз, ас үйге. Дәл бұл жерде де ламинат таңдасаңыздар болады, плинтусты таңдайсыздар. Бағана атап өткенде қабырғадағы обойларда боялған түсін таңдайсыздар. Одан кейін мұнда екі түрлі вариант бар. Бағана фартук деп аталады. Фартук таңдайсыздар, есікті таңдайсыздар. Тағы да дәл кіреберіс есігін ваннаға барамыз. Ваннаның ішінде бұл жерде айта кететін жайт, установка теплого пола тұрады, яғни теплый пол электронды. Одан кейін өздеріңізге ұнамды кафель таңдасаңыздар болады. Кіреберіс есігін
осылай таңдайсыздар. Яғни әйнекпен, әйнексіз, ванна. Душевый кабина орнатсаңыздар болады. Одан кейін міне унитаздың әртүрлі түрлері болады, бірақ айта кететін жайт қымбатты достар. Мысалы, бірден ваннаға кірдіңіздер, дәл сол жерде орнатылып тұрған заттар бағана сіз таңдаған опциямен сіз таңдаған бағана класстың пакеттің ішіне кіреді. Егер сіз унитаз, ваннайды, тағы да басқа бағанағыдай раковинаны өзгертем десеңіздер, ол жерде қосымша төлем төбеден қосылып отыратын болады. Прихожка. Тағы да сол ламинатты өздеріңіз ыңғайлысын таңдайсыздар. Теплый пол опциональный деп тұр, яғни қосымша өздеріңіз қоссаңыздар болады кіреберіске. Балкон, ламинат. Одан кейін біз бағанағы видеода түсіріп кеткендей, айтып өткендей, умный дом барлықтарыңызға ұнаған болар. Умный домда әртүрлі пакеттері бар. Тағы да айтып өтеміз, бұл умный дом пакеттері өздеріңіздің қаражаттарыңызға байланысты. Міне аудиосистема, мультирум, Яндекс Стейшн, бағана Алиса деген болды ғой, яғни сіздің көмекшіңіз. Одан кейін бір камера, мысалы үйде біз бүкіл комнатаңызға да камера қойып тастасаңыздар болады. Полное покрытие квартиры, Wi-Fi, умный замок, естеріңізде ме? Біз айтып едік қой, бағана кодпен немесе қосымша бағанағы өзіңіздің отпечаток пальцыңызбен кірсеңіз болады деп. Көрдіңіздер ме? Оң жаққа, жоғары жаққа көз жүгіртетін болсаңыздар, осы қосымшалардың бәрін қосатын болсақ, сіздің үйіңіздің ремонты анағұрлым бағасынан көтеріліп қымбаттайды. Яғни бұл тегін емес деген сөз. Міне соңына келетін болсақ, стоимость техники. Бұл жерде техника қосылмаған. Қазіргі таңда смарт ремонт мекемесі сізге бағанағы сайтын жаңарту жөнінде жұмыс жасап отыр. Болашақта техникада, мебельда заказ беру мүмкіндігі болады. Стоимость умного дома 929 болды, стоимость ремонта 1 474 000, яғни 1 квадратты метріне 41 228-ден шықты. Барлығын қосқан кезде черновые работы деп тұр. Айта кететін жайт, егер сіз электр тоқтары жүргізілген бағанағы ЖК-дан тұрғын үй кешеніне үй алатын болсаңыз, черновые работы бұншалықты қымбат болмау немесе мүлде болмау мүмкін. Біз ескеретін болсақ, G-Park көбінесе, яғни именно осы нақты Манхэттен 3 тұрғын үй кешенінде электр тоқтарын жүргізбеген. Оны сатып алған адам жүргізеді, сондықтан черновой работа бұл жақта шамалы қымбат болып тұр. 2 600 000 болды, оформить заявку басасыздар, өздеріңіздің аты жөндеріңізді, ұялы телефондарыңызды, қосымша жазатын бағана хабарламаларыңызды жазасыздар, әрмен қарай отправитті басып, ары қарай сіздің өтініміңізді қарастыруға жібересіздер. Қымбатты достар, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі және смарт ремонт мекемесі ортақ шарт жасасқан барлықтарыңызға ескерткіміз келеді. Біздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде 3 жыл бойы тынбай жинақ жинап бізден несие алған адамға смарт ремонт мекемесі арнайы жеңілдіктер береді. Енді осындай мәнді, мағыналы, қажетті видеоларды жіберіп алмау үшін біздің YouTube каналымыздағы Жилстрой Астанаға тіркеліп, осындай видеоларды әрқашанда көріп тұрыңыздар. Әр қазақстандық баспаналы болсын.